Дженнифер Лопес кіммен жүрген? Армысыз? Сізбен бірге жақсы канал. Бүгін поп стилдегі танымал әнші, американдық актриса Дженнифер Лопестің жеке өмірі туралы айтып берейін. Джей Лоның бірінші күйеуі кубалық жігіт Майами Оджани Ноа болған. Атақты Джей Ло карьерасының ең басында, яғни 1997 жыл мен 1998 жылдар аралығында осы даяшымен заңды некеде тұрған. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Әншінің алғашқы жұбайы кәдімгі даяшы болып бастап, артынша 2002 жылы Дженнифердің Мадрес атты мейрамханасында менеджер қызметіне алынған. Алайда бірнеше айдан соң белгісіз жағдайларға байланысты Оджани Ноа бұл қызметтен қуылады. Уақыт өте келе бұрынғы әйелінің танымал болып бара жатқандығын түсінген Оджани Джей Ломен бірге тұрған кездері туралы естелік кітабы жазбақ болады. Бірақ жағдайды сот арқылы өз бақылауына алған әнші бұған жол бермеген. Экс-жұбайынан ақша соруды көздеген Оджани сонау 2009 жылға дейін Дженнифер Лопесті мазалап, ақыры тек 2011 жылы тынышталған. Біз бүгін танымал поп әнші Дженнифер Лопестің жеке өмірінің тек бір бөлігі туралы ғана айттық. Егер баяндаған Love Story қызық болса, және Джей Лоның кіммен жүргенін одан әрі қарай білгіңіз келсе, комментарий жазып, лайк басыңыз. Ал бізді жоғалтып алмас үшін осы жақсы канал арнасына подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған жақсы канал. Әңгіменің жалғасын күтіңіз.